Смартпоинт ертеңгі бойынша көлемі жағынан бірінші орындағы коворкинг центр. Өз бизнесі жоқ, бизнес тренерлерден шаршадыңыз ба? Айттым ғой, профессионалмын деп. Кинотеатр ретінде қолданамыз мысалы да. Адамдар отырып кино көреді. Шамамен сонда бір жылда бір 200 мың, 300 мыңдай табатын болып тұрсыз ғой. Қазір өте қойып отырсам негізінде. Доллар таптыңыз ба? Бүгін және дәл қазір жасайтын үш кеңесіңіз айтыңызшы оқырмандарымызға. Шыреверлесқан, қазіргі таңда Алматы шаһарында коворкинг центрлер, бизнес центрлер өте көп кездесіп жатыр. Ал жақында ғана біздің Алматы қаласында ашылған Смартпоинт ғимараты, Смартпоинт коворкингі көптеген кәсіпкерлерді 40-қа жуық компаниялардың басын қосып, осындай керемет жұмыс жасауда. Соның бүгінгі шығарылымында негізін салушы Амирхан Омаров мырзамен сұхбаттасамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум, Амирхан мырза. Жақсы ма? Уақытыңызды бөліп қабылдағаныңызға көп рахмет. Осындай керемет Алматы қаласының орталығында кеңістікте коворкинг құрып, барлық кәсіпкерлерді, үлкен компанияларды жинап, осындай Смартпоинт атты компания құрғаныңызға көп рахмет. Бірінші сұрақ сізге. Осы Алматы қаласында 14-15 шақты коворкинг орталықтар бар, иә? Сіздің осы Смартпоинт коворкингі басқа орталықтардан қандай артықшылықтары бар? Соны айта кетсеңіз. Біріншіден келгеніңіз үшін, программа үшін сізге көп рахмет. Әрқашан ризамын. Смартпоинттың ерекшеліктері туралы айтатын болсақ, біріншіден ол размері. Біз 10 мыңдай шаршы метр. Естігеніңіздей осы бір аптаның ішінде тағы 1500 квадрат метр сатып алдық. Размер жағынан бізде Қазақстанда, Орталық Азияда егер жаңағы СНГ кеңістігінде қарастырсақ, естеңгі бойынша бірінші орында ма? 11-12 мың квадратный метр. Коворкинг ол өте аз. Лондонда бар, Нью-Йоркта болуы мүмкін, бірақ біздің осы жақта Европада даже 10 мың квадратный метр үлкен коворкинг жоқ. Бұл жерде 600 мың жарым, 2 мың квадратный метр. Сонда достар, бұл Смартпоинт естеңгі бойынша номер 1 көлемі жағынан бірінші орындағы коворкинг центр екен, өте керемет. Сіздің енді артықшылықтарыңызды бір байқап, бір кабинеттеріңізге барып, көрсек изюминкаларын. Мынау бірінші этаждан бастасақ болады. Мысалы, тағы бір біздің айтатында ерекшеліктеріміз, артықшылықтарымыз. Мысалы, мына жерде Open Алматы, Алматы қаласының барайық, Алматы қаласының әкімдігінің қоғамдық қабылдау бөлмесі. Бұл мынандайда, біз коворкинг салған кезде ағылшындар стейкхолдер дейді. Орысша заинтересованные стороны. Біз мүмкін болғанша көп сондай стейкхолдерді шақырдық осы жерге. Мысалы, мына жерде қазір кіреміз Алматы әкімшілігі. Ана жерде жаңағы Американың, ақштың консулдығы. Мына жерде қазір көреміз британдық совет, ар жақта Шеврон. Сондай партнерский қатынастар бізде өте мықты. Олардың өздерінің беретіндері бар, жаңағы мүмкіндіктері бар. Сіздердің де предложенияларыңыз бар, сол жағынан біз мықтымызды. Мына жерлерді мен айтып кетейін. Осы кеңістікке? Назар аударсаңыз, біз жаңағы кеңістіктің атынан Смартпоинт, Open Алматы болсын, Трансформа болсын, бүкіл атаулар ағылшынша. Себебі ағылшын тілі, бизнес тілі болғаннан кейін, технология тілі болғандықтан біз ағылшынша тілін қолдандық. Сондықтан, мысалы, мынау зонаны біз экспо зона дейміз. Жаңағы жәрмеңке өтетін технологичный компаниялар, жаңағы Samsung, LG, Xiaomi өздерінің жаңағы скутерлері бар, роботтары бар. Немесе суретшілер, художниктер мына жерде өзінің картиналарын көрсетеді. Әділбек мырза, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Данияр, қалай? Жақсы, шүкір. Көңіл күйіңіз қалай? Аллаға шүкір, жақсы. Бірден сұраққа көшейін. Сіз кәсіпкерлікке келгенге, осы кәсіпкерлік саласында, бизнесмен саласында көптеген істер атқарып жатсыз. Қандай бір оқиға, қандай себеп болды? Қазақ мемлекеттік заң академиясын бітіріп, мемлекеттік құқық қорғау органдарына жұмысқа орналаса алмай қалу. Ол бірінші себеп. Екінші себеп, бір саудамен айналысатын бір компанияға жұмысқа орналасып,
сол жерде сауданы үйреніп, содан бір кәсіп жасауға болатынын түсіну. Мүмкіндіктерді көрдіңіз ғой. Иә. Сол себеп сіз кәсіппен айналысуға себеп болды. Иә. Бастапқыда біршама кәсіпті жүргіздіңіз, дамыттыңыз, иә? Қазіргі кезде жасап жатқан жұмысыңызға көңіліңіз толады ма? Адам өзінің істеп жатқан жұмысына, жетіп жатқан жаңағы нәтижесіне көңіл толатын болса, ол жаңағы зона комфорта дейміз ғой. Соған кіру оңай болып қалады, а зона комфорта кірген адам ол көп ұзамай құлайды. Көп ұзамай ол жаңағы алға қарай ұмтылуын тоқтатады. Сонда қолда барлық нәтижесіне қанағаттанбау керек па? Иә, сондықтан егер былай жаңағы жұмысқа қатысты, кәсіпке қатысты айтатын болсақ, мен бұл жерде тек ақшаны айтып тұрған жоқпын. Ақшалай нәтиже ол бөлек нәрсе. Жаңағы кәсіптің өзінің жаңағы рынокта орнығуы, алдында қойылған жаңағы жоспарлардың қолжетімді болуы аяғында, ол былай айтқанда адамды шабыттандырады, ары қарай жүруіне, ары қарай ұмтылуына бір не береді, импульс береді. Байқасам, Әділбек мырза қайырымдылыққа жақынсыз. Оны қайдан байқап жүрсің? Интернет желілері арқылы адамдардың пікірлерін оқығанына байқадым. Қазіргі жағдайыңыз 10 есе көп болса, қандай қайырымдылықпен айналысар едіңіз? Білімге көп мән беретін едім. Жастардың біліміне. Олардың жаңағы болашаққа сенімін арттыруына, болашаққа деген жаңағы мақсат қоюына, сол жұмыстарға біраз көңіл бөлетін едім. Кез келген кәсіпкер бір істің маманы болады, иә? Біреу сату бөлімінде, біреу HR болуы мүмкін. Сіз қай істің мамансыз? Менің ойымша, басқару жүйесі, адамдарды басқару, дұрыс орындарына қою. Басқару жүйесі, орындарына қою, команда жинау мәселесі бойынша бұл менің бағытым деп айта аламын. Өйткені мәмілеге көп көңіл бөлемін. Сол мәміленің нәтижеге жетуіне көп көңіл бөлемін. Мәміле арқылы ұрыспай, жекірмей, нәтижеге жеткізуді жаңағы принцип ретінде тұтынамын. Бизнесмен болу талант па? Жоқ. Кез келген адам бола ма? Кез келген адам бола алады. Әрине ол үшін талпыныс керек, ол үшін бір жаңағы болашақтағы болу керек, болуы мүмкін нәтижеге көз жеткізу, соған сенім білдіру деген сондай бір жаңағы процестер бар. Соған көзін жеткізген кезде ғана адам кәсіпкерлік жолға түседі. Қандай қасиет қажет кәсіпкер болу үшін? Сіздің ойыңызша? Мен өз өмірімде жаңағы көбінесе жастарға да басқа өзім танитын кісілерге айтатыным. Жақсы кәсіпкер болу үшін мен енді өзімді прям жақсы кәсіпкермін деп айта алмаймын. Бірақ енді біраз атқарған жұмыстарымыз бар, жеткен жетістіктеріміз бар. Соларға сүйенетін болсақ, соларға қарайтын болсақ, онда ол бір бастап жатқан жұмысыңның нәтижесіне сенім білдіру. Ол бір қиын мәселелердің бірі. Өйткені ол оны көзбен көрген жоқ, қолмен ұстап көрген жоқ әлі. Ал бірақ соған сенім білдіріп, амалын жасау, ол кез келген қолынан келе бермейді. Ал амалын жасаған күннің өзінде де аяғында нәтижесіне сабырлық таныту, ол да қиын нәрсе. Осы үш мәселе, үш қағида. Сенім, амал, сабырлық. Бизнесте неден қорқасыз? Бизнесте неден қорқасыз? Қарыз болып қалудан қорқамын. Қарыз емес па ешкімге? Бар. Амирхан мырза, сіздің қазіргі таңда атқаратын қызметіңіз қандай? Атқаратын қызметім, мен жаңағы Mercury Properties деген инвестиционный фонд бар. Сол жерде жаңағы даму бойынша стратегия, бизнес даму және стратегия жағынан директоры болып жұмыс істеймін, және осы жерде смартпойнтта жаңағы қалаушы, негізін управляющий, директор. Өзіңізді кім деп санайсыз? Жалпы статус қандай? Статус профессионал. Профессионал. Қандай істің профессионалысыз? Жаңағы коммерческий недвижимость, сол жақтан стратегия жағынан, бизнес дамыту жағынан, сол салаларда
Керемет. 2017 жылы октябрьда иә Smart Point құрылды. иә Менің естуімше бұл ашылмай жатып 5000 ба 6000 шаршы метр квадрат өтіп кетті. иә иә Сонда бұның қалай ашылмай жатып қалай өткізіп жүрдіңіздер? айттым ғой профессионалмын деп бізде не болған ғой, ашпай жатып жаңа концепция кезінде, жаңа айттым ғой, концепция кезінде біз ойладық, бізге жаңағы керемет нелер керек, арендаторлар керек, жаңағы партнерлар керек деп. Запускқа қанша уақыт дайындалдыңыз сонда? Бір жылдай дайындалдық. Бір жылдай дайындалдыңыз. Иә, акиматпен алдын ала кездесіп алдық, жаңа американдықтармен алдын ала кездестік, шевронмен алдын ала кездестік. Мына жерде жаңағы рамильмен де программамыз болатын шығар, Choco Family деген компаниямен алдын ала кездестік. Сол 70%-ның арендаторлары, осы жерде жүретін адамдардың 70%-мен біз даже стройканы бастамай жатып, концептуальный кезінде. Mercury Preps жаңағы инвестиционный компания бұл Smart Point-қа қанша? 10 миллион доллар қойды ма? 10 миллион емес, 4,2 миллион. 4,2 миллион? Иә, иә. Окупаемости 10 жыл, 6 жыл. 6 жыл, Иә, иә. Бір жыл өтіп кетті. Бір жыл өтіп кетті, мынандай бізде окупаемость деген кезде. Былай санасақ, негізі былай, где-то 23 миллион, мынау жаңа осы ғимаратты сатып алуға кетті. 4,5 миллион доллар неге кетті? Жаңа реконструкцияға, ремонтқа кетті. Окупаемость 6 жыл, тек қана Smart Point-тың өзі. Іші ғана, осы ғана, иә? Ол 9000 шаршы квадрат метрге ол окупаемость 6 жыл. Иә. Бір жыл өтті. Бір жыл өтті, иә. Енді қалай болып отыр нәтиже? Жақсы болып отыр, жаңағы естігеніңізде 1000 квадрат метр тақ сатып алдық. Тақ сатып алдыңыз. Иә, сол ақшаға, келген ақшаға. Жоспарлаған нәрселеріңіз бәрі іске асып жатыр. Иә. Сіз КТЛ-ді оқыдыңыз. Иә. Одан кейін Демирел деген Сулейман Демирелді оқыдыңыз. Иә. Тағы да бір белгілі Procter & Gamble компаниясында электрик. Студент кезімде жаңа Procter & Gamble'да жұмыс істедім. Одан кейін 4 жыл университет бітіргеннен кейін 4 жыл жаңағы консалтинг компаниясы бар, Ernst & Young деген. Сол жерде 4 жыл істедім. Одан кейін жаңағы Alagem Electric трансформаторлармен біраз айналыстым. Иә. Ол жердің барлығында жұмыс істедіңіз. Кіші бір қызметтен бастап үлкен деңгейге дейін көтерілдіңіз. Иә? Сөйтіп айтайық. Жоқ, менің сіздің осыға дейінгі интервьюларыңызда, мақалаларыңызға оққан бойынша осылай деп жазылған екен, соны көз жеткізіп жатырмын. Жаңағыдай басында кішігірім жұмысшы болып, сосын жаңағыдай директор по развитию, директор по инновации деген сияқты жұмыстарды атқардыңыз. Сосын келіп, соңғы қызметіңіз қазір жаңағы инвестиционный компанияда жұмыс істеп жатсыз. Иә. Барлығы керемет, барлығы дамып жатыр. Ал бірақ осыға дейінгі факаптар болды ма? Көп болды, иә. Өміріңіздегі естен кеткен факапты айтыңызшы қазір. Естен кеткен. Неожиданный болғандай бір ойламағандай. Мен 2015 жылы ресторан сатып алғам. Қанша миллион долларға? Ол негізі бағасы 1,5 миллион доллар. Бірақ мен 1,5 миллион болған жоқ, мен ета бір 300 мың бердім долларын. Инвестор тарттыңыз? Жоқ, қалған рассрочка дедім. 3 жылдың ішінде. Мен ойлағам, ол ресторан өз-өзін жаңа ақтайды, мен қатысым болмайды. Алматы қаласында ғой, иә? Управляющий директорды қойып қоям, қалтама ақша кеп тұрады. Өз-өзімен жүре береді. Өз-өзімен жүре, қарызын өзі жабады, тағы маған қосымша ақша кеп тұрады деп. Бір жылдай, бірақ өзім бір жылдай ресторанмен айналыстым. Оны іске қойамадым. Себебі мен өзім жаңағы ол істі маман емес. Ол істі маман емес, жаңағы өзім корпоративный жаңа сектор дейді ғой, үлкен компанияларда жұмыс істеп үйренген. Ол жерде колбаса алу керек, помидор алу керек, базарға бару керек. Майда ұсақ түйек. Иә, ол сондай нелер көп та, как бы майда сұрақтар. Сосын өзіме ұнамады ол жұмыс, бірақ бір жылда айналыстым, соңында саттым ол ресторанды. Расходқа кеттіңіз ба сатқан кезде? Иә, мен где-то бір минус 200 мың доллардай. 200 мың доллар, бір жыл өмірім, минус 200 мың доллар. Шамамен сонда бір жылда бір 200 мың, 300 мыңдай табатын болып тұрсыз ғой. Сіз алғашқы миллионыңыз қашан таптыңыз? Алғашқы миллион теңгеңізді жарайды. Алғашқы миллион теңге? Иә. Тоқтаңыз қазір. Сол 2007 жылы тапқан сияқты. 2007 жылы қандай қызмет істеп таптыңыз? Мен жаңа университетті бітірдім. Ernst & Young'да жұмыс істедім. Ол жерде басында ақшаның, ол жерде девальвация, ол жылдары девальвация болмайтын еді. Ең бірінші мықты девальвация 2009 жылы болды. Ол кезде бізде зарплатаны доллардан беретін еді. Сол жылдары, мысалы, ақшаны жақсы төлейтін еді. Доллармен, айлық доллармен еді. Одан кейін девальвация болды. Сол кезде бір шамамен 180 болды курс, 150 болды ма? 150 ма, 120 ма сондай болды. Шамамен сол кезде бір 7-8 мың доллар алатын болдыңыз ба?
Бонустар болып тұрады ғой переходить етсең. Істеген жұмысына қарай, объем продажына қарай алғашқы миллионыңызды 2007 жылы таптыңыз. Теңге. Доллар таптыңыз ба? Доллар осы жылы. Осы жылы таптыңыз ба? Қандай жобамен? Жобалар бізде мынандай ғой, жаңағы инвестиционный фондта жұмыс істегеннен кейін жаңағы мысалы мен бір не берейін, мысал берейін. Мысалы бір бизнес-центрді или гостиницаны сатып аласыз. Мысалы қанша бір 20 миллион долларға компанияның ақшасына сатып аласыз. Оны сіз 2 жыл айналысасыз, ремонтын жасайсыз, жаңа клиенттер әкелесіз, менеджментін қоясыз. 2 жылдан кейін сіз уже оны 50 миллион долларға сатасыз. Сол кезде жаңағы айырмашылық 2 жылдың ішінде ол 2,5 есе өседі. 20 мың долларға сатып алдыңыз, біраз уақыт ақша құйдыңыз, енді 50 миллион долларға сатып жатсыз. Чистый пайда дегенде где-то бір 15-20 миллиондай шығады. Вот соның где-то бір 10%, 10%, 15% жаңағы әрқашан әртүрлі болып тұрады, 7%-ын бонус ретінде жаңағы инвестиционный фонд төлеп тұрады. Сонда биыл 2018 жылы Америкаға барып долларовый миллионер. Құттықтаймын. Құдай қаласа бір 4-5 жылда сізді қазақстандық Forbes-тан алдыңғы 5-лікте онықта көреміз деген ойдамыз. 4-5 жыл емес, енді бірақ бір 20 жылдан кейін шығар. Армандай берейік та. Мечтать не вредно дейді ғой. Сізге қиын сәтте дұрыс шешім шығаруға не көмектеседі? Қиын сәтте дұрыс шешім шығаруға мақсат көмектеседі. Алдыға қойған мақсатқа не жетелейді, не алып барады деген сұраққа жауабын табатын болсам, сол маған дұрыс шешім табуға көмектеседі. Қазір көптеген компанияны басқарып жатырсыз. Казконтракт, промоутерлік компания бар. Осы жерде жасап жатқан жұмысыңыздың негізі түп мақсаты бар. Мақсатыңыз қандай? Дәл қазіргі уақытта қолына заказ ала алмай жүр деген адамдарға бір пайдалы болу мақсатпен Казконтракт басталады. Қазіргі уақытта Казконтракт тек қана консалтингтік қызмет емес, Казконтракт тек қана жаңағыдай портал емес, одан бөлек қазір платформа бар. Ол платформада біздің жаңағы коммерциялық сектор дейміз ғой, коммерциялық сектордағы үлкен компаниялар өзінің жаңағы сатып алуларын, өзінің тендерларын сол платформаға шығарады. Сол жерде тендер ойнатылады, сол жерде аукциондар өтеді. Соны біз, міне осындай заказ бар деп, бүкіл жаңағы Қазақстанның, егер Қазақстаннан ондай жаңағыдай поставщик шықпаса, онда мынау айналадағы жақын тұрған шет елдерге шығамыз. Ол Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей, сол жақтардан табуға тырысамыз. Бірақ енді әрине ол 90%-дан басымы, көбісі өзіміздің жаңағы жергілікті Қазақстанның поставщиктер. Соларға пайдалы болуға тырысамыз. Өз бизнесі жоқ, бизнес тренерлерден шаршадыңыз ба? Енді шаршадым деп айтпаймын. Әлде бұл уайым деп айтуға болады да, уайым деп айтуға болады. Уайым. Өйткені мен шаршамаймын ғой енді. Басқалар көңіліңіз түсе ма, еңсеңіз түсе ма? Жаңағы жастар не алып жатыр, содан қандай пайда шығарып жатыр деген сұраққа жауап іздейтін болсаң, көбісі дегеніне жете алмай қалып жатыр да. То есть былай айтқанда келеді, күткенін ала алмай жатыр. Сондай кісілердің сабағын өтеді, бірақ күткенін алыс алып жатқандай шығар. Бірақ соны жүйелеп жолға қойып, қаншалықты қойылып беріліп жатыр. Сол ары қарай қолдана алатындай. Сол мәселелер көп та. Байқауымша әр кәсіпкер, әр бизнесмен өзіне инвестиция салып отырады. Өзінің біліміне, тәжірибесіне, өзінің менторына деген сияқты. Сіздің ең соңғы уақытта салған, өзіңіз салған инвестицияңыз? Біздің салып жатқан инвестициямыз ол тек білімге ғана қатысты емес та. Ол біздің қателіктерімізге де қатысты. Көп ақша салып, бірақ түк шығара алмаған жаңағы жұмыстарымыз да бар. Ол қателік. Бірақ ол бізге не берді? Ол бізге үлкен сабақ болды. Оны да бір жаңағы салым деп айтуға болады да. Сосын әрине енді жаңағыдай бір курстарға қатысып білім алу жаңағы мәселесін айтатын болсақ, онда ол осыдан 1 жыл бұрын болды. Соңғы рет өзімнің білім алуыма 7 миллион теңге қойдым. Қаншалықты пайдалы болды?
пайдасы үлкен, бірақ мен өзім соны бір толықтай енгізе алмадым. Салымыңызды ақтап шықпадыңыз. Жоқ, салым ақталды. Кез келген салымның өзінің бір айналып алып келетін, жаңағыдай бір нәтиже беретін уақыты болады. Сондықтан бұл жерде пайдасы жоқ деп айта алмайсың. Жаңа басындағы сөзге оралып жатырмын да. КТЛ-дың түлексіз, КТЛ қазақ түрік лицейде оқыдыңыз. Осыға дейін мен қаншама кәсіпкерлермен сұхбаттастым. Қуаныш Шонбай бар, Аслан Назаралиев, Мақсат Ахметбек, Қыран Талапбек те бар, видео түсіретін. Расул деген бар, маркетолог. Жасап жатқан жұмыстары көзде көрінеді. Жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Мысалы, сізде. Сонда КТЛ-дың түлектерін қалай басқаша тәрбиелей ма, басқаша оқыта ма? Неге бұндай? Енді мен барлығы олай нәтижеге жетпей жатқан жоқ деп отқан жоқпын. Бірақ именно сіздердің нәтижелеріңіз көзге көрініп отыр, менің ойымша. КТЛ-ге келетін болсақ, менің ойымша екі маңызды нәрсе бар. Бірінші жағынан біздің мектептерде не ғой? Біздің мектептерде тек қана концентрация не да, фокус, білім беру. Тәрбиелеу деген фокус онша сәл артта қалып кеткен сияқты. Мынандай қалыптасқанда менталдық нәрсе, баланы үйде тәрбиелейді, а мектепте білім береді. Бірақ негізі тәрбиелен мектепте наоборот бала сол көп уақыт өткізбей ме? Иә, сондықтан жаңағы среда дейді ғой, окружение, ол мектепте. КТЛ-де жақсы жері мұғалімдер кезінде түрік болғаннан кейін, жаңағы иманды адамдар болғаннан кейін күшті иман береді. Тәрбие жақсы береді. Иә, мынандай да мысалы, егер иманың мықты болса, жаңағы бір нәрсеге Құдайға сенетін болса, Құдайдың қолынан келмейтін нәрсесі жоқ. Сонысы сен де оған сенуің керек шында, сен жақсылап жұмыс істесең, ниетің түзу болса, сенің де жетпейтін жаңағы жетістіктерің қалмайды да. Сол жағынан мықты нәрсе иман болу керек. Тәрбиеге келеді ғой жаңағы. Жастарынан балаға иманды тәрбие берсе, ол сыйлау керек, адал болу керек, сол жағынан мен ойымша бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, ол немножко субъективный фактор десек те болады. Ол лицейге жаңағы не болады ғой, балдарды уже 7-6 класс бітіргеннен кейін отбор арқылы алады ғой. Отбор арқылы алғаннан кейін уже сразу заранее нелерді алады, жаңағы определенный. Ішіне таңдап біріктіріп деп алады. Мен сенесіз, мен өзім 6 класста КТЛ-ға тапсырғам, Тараз қаласында. Сол кезде өтпей қалдым, өкінішке орай. Мен математикадан кішкене слабый едім да, сол себепті математикадан құладым. Мынандай бар да, мысалы, мен жаңағы естідім қазір ғана, бір досым айтып жатыр, не береді ол, жаңағы ораторский искусство ағылшынша сабақ береді, репетитор. Соған 7-ші класстың қызына келіп тұр да. Айтады, осы қыз Гарвардқа түсу керек. Қыз әлі қазақ қыз 7-ші класста оқиды. Ол негізі 11-ді бітіргеннен кейін тапсыра ма? Иә. Сонда 4-5 жыл бұрын алдын ала дайындап жатыр. Иә. Мен де айтқым келгені, мысалы, КТЛ-ге мынандай бар да, мысалы, тапсырудың алдында адамдар 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын дайындалады. Өтпей қалсаңыз, ол сіздің дарын жағынан, білім жағынан төмен емес, бірақ дайындық жағынан аз екенінің белгісі. Иә, сондай нәрселейді, сол жағынан. Жақсы адамсыз ба? Жақсы адамсыз ба? Сондай деп ойлаймын. Қандай кемшіліктеріңіз бар? Қандай кемшіліктерім бар? Адам кемшіліксіз жоқ қой, дұрыс па? Барлығы адам. Менің ойымша, мысалы, мынандай да, менің ойымша, менде, мысалы, дисциплина мықты емес. Мықты емес, иә? Себебі мынандай да, мен былай азанда күнде, мысалы, сағат өзім 5-те тұрам, күнде ойлаймын, қазір 5-те тұрам, сағат там біраз зарядка жасаймын, анау. Бірақ фактически, мысалы, ерте тұрғаныма қарамастан, жұмысқа, мысалы, сағат 7-8-дерде бастаймын, например, да, үлгермеймін көбінесе жұмыстарымды. Мынандай да, сондай дисциплина жағынан көп нем бар, кемшіліктерім бар. Өтірік айтпайсыз ба? Өтірік айт Жоқ. Шыншылсыз, адалсыз. Керемет. Негіз бар біраз кемшіліктер. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, кемшіліксіз адам болмайды. Мысалы, дисциплина қиын деп. Бір адам, мысалы, ерте тұра алмайды, біреуі шыдамсыз, біреуі аяғына дейін жеткізе алмайды. Бір адам шығындарын дұрыс басқара алмайды, шығыныңыз көп па? Жоқ, көп емес. Көп емес па? Айына қанша жаратасыз? Жалпы, общий. Ары кетсе, где-то 600-700 мың ары кетсе. 600-700 мың? Нормально, миллионерге 600-700 мың. Сізді не шабыттандырады? Мен кәдімгідей азанда ұйқыңыздан оятып. Мен мынандай жаңағы өзім айттым ғой, жаңағы стратегия саласында әрқашан жұмыс істедім, бастағаннан бері стратегия саласында. Стратегия деген бірінші сіз ойлайсыз, былай, көзіңізге видение жасайсыз.
бір айдан кейін не болады, 3 айдан кейін не болады, 1 жылдан кейін не болады, 5 жылдан кейін сіз ойластырған стратегияңыз орындалып жатқан кезде ол шабытта тұр. Мысалы айтасыз, бір аптадан кейін мынандай болу керек. Нақты арман мақсаттарыңыз орындалған кезде содан ләззат аласыз, содан шабыттанасыз. Әрине. Бүгін ұйқыңыздан тұрған кездегі ең бірінші ой? Ұйқыдан тұрған кезде, мен сағат бүгінде 5-те тұрдым. 5-те тұрдыңыз. Кітап оқыдым. Қандай кітап соң кітабыңыз? Мен дисциплинамен проблемам болғаннан кейін не бар анандай «Смертельная неделя» деген кітап бар. Норвежский военный жазған, Эрик Андерсон деген. Былай да, ол әскери, мысалы, әскери тәртіп пе? Сол дисциплина кезінде. Қалай мысалы өзі не қылады? Оларды тауға апарып тастайды бір аптаға. Выживать етеді. Сондай сияқты да, мысалы, күнде 2-3 сағат ұйықтайды, ұйықтай алмайды, груз тасиды, қиналып жүріп условияда, қиын жағдайда. Содан өткеннен кейін мынандай орысша айтқан кезде переосмысление жизни да болады. Соның тәжірибесін алып, өзіңізге не алып. Жалпы кітаптар сізге пайдалы болып отыр ма? Жалпы. Қазір қоғамда андай үрдіс қалыптасып жатыр да, кітап оқу керек деген дұрыс, қолдаймын, жастар бәрі оқып жатыр. Бірақ негізгі мақсат оны пайдалану керек, применение жасау керек екенін ұмытып кетіп жатамыз. Сіздің өміріңізге әсер еткен кітап? Мен студенттік кезімде кітап оқығам, Ли Якокко деген бар, менеджер. Ненің болған главный директор, президент компании Ford. До этого Chrysler. Chrysler банкрот келген кезде соны директор қойған. Үлкен қарызға батқан, қарыз алған, өткен-беткен, бірақ за 2 года вытащил Chrysler. И қарыздарын бәрін заранее төлеп тастаған. Сондай, кітаптың аты «Я менеджер». Енді өміріңізде қалай әсер етті сонда бұл жағдай? Мен сол кезде ойладым, как раз мен ол кезде экономикада оқып жатқан бірінші курста, ойладым, негізі бизнеспен айналысу на самом деле қызық екен деп та. Бизнес тек қана ақша табу емес. Бизнес адамдарды тәрбиелеу, жүйелерді қою, визуализация дейміз ғой, стратегия, сол бәрін жақсылап, өзім биография және автобиография жанрды жақсы көргеннен кейін, прям кітап 100% залетел дейді. Айына қанша кітап оқисыз сонда? Көп оқымаймын негізі, айына 1-2 кітап оқимын. 1-2 кітап оқисыз. Бірақ таңдап бір кітап оқисыз. Достарына қарайсыз ба? Мен айына мысалы бір 50-60 кітап ашам. Бірақ оқитын 1-2 кітап. 1-2 кітап оқисыз. Жаңа бір айтып қалдыңыз, бір бизнес оқиға, бизнес история туралы. Қандай оқиға ол? Мен мынау темір туралы айтып берейін деген едім сізге. Өте маңызды, ол өте маңызды темір. Сол жерде мынандай 2 оқиға бар. Мен өзім үшін, не үшін бұл темірді қойдық? 2 оқиға бар. Бірінші оқиға, сен мықты бір продукт жасауың мүмкінсің, или ол асырып жатқан мүмкінсің, бірақ адамдар саған сенбеуі мүмкін. Қанша айтсаң да, мен де жарты жылдай жоғалттым. Мына жерде бизнес-центр 10 жыл бос болып тұрған бизнес-центр. Өрт шықты ғой. 2016 жылы ноябрьде өрт шықты. Мына жерде нелер біраз құлады, лифттер. Айтқанда репутациясы нашарлау болды. Адамдарға барып шақырасың ғой, осы жерге келіп қарастырайық. Адамдар келмейді мына жерге, аурасы жаман, бар басқа жерде кездесейік, анау ешкім келгісі. Сен айтып жүрсің, мына жерде коворкинг болады, технологичный пространство болады, мынандай кеңістік болады, жақсы, ешкім сенбейді. Сондықтан мен ойладым, сол кезде есіме түсті осы оқиға. Егер адамдар маған сенбесе, значит адамдарға піл керек деп. Піл ол гиганттар келеді. Ол 2 піл бар, мына жерде біреу жаңа американдықтар. Себебі американдықтардың өзінің стандарттары бар ғой. Жаңа пожар болсын, өрт болсын, басқа нәрсесі болсын. Соған сай келу керек. Олар өзінің аудитін жасады, бәрін өткізді. Тағы рет барып адамдар шақырған кезде, ор айтқан кезде, сенде өрт болады, анау болады, мынау болады деген кезде, мен оларға контрактты көрсеттім американдықтармен. Стандарт американцев выше, чем ваши. Как бы не деп тұрсыңдар маған, да? Американдықтар маған сенді, сендер сенбейсіңдер ма не? Сондықтан екіншімен Чукова фамилиямен кездестім. Ең Қазақстандағы ең жаңағы активный, белсенді стартаптардың бірі. Басқаларды сатып алады, өздері продукттарын сатып алады, жаңағы Foodpandаны сатып алды, Бисмартты сатып алды, біраз мықты дамып жатқан. И жаңағы солармен кездестік, келістік. Сол екеуімен контракт болған кезде мен одан кейін Facebookқа пост жаздым. Мен мынандай салып жатырмын. Уже 2 контракт бар. Кім келгісі келсе келсін, кейін кеш болды деп өкініп қоймаңдар дедім да. Содан кейін жаңа айтқандай. Ол бір оқиға да, сондай пілдер керек. Екінші оқиға, алғаш рет жаңағы айттым ғой, болат қолданады. Бұл мынандай жаңағы горизонтальды қолданған ғой. Сол жаңағы көпір салғаннан кейін алғаш рет жаңағы небоскреб дейді ғой. Бірінші, солар Нью-Йоркта пайда бола бастады. Уже сене бастады ғой, сондай мүмкін екеніне, сене деген, жаңағы Эндрю Карнеги не істеді? Ол ойлады, егер мен осы болатты былай көпір рет қолданып, горизонтальды қолданып болсам, неге мен оны вертикально қолданамаймын? Сөйтіп мынандай балкаларды алды да, былай вертикально қадады да, сол жерге уже алғаш рет 20 этаждық үй, 30 қабатты үй, 40 қабатты үй,
сол 1890 жылдары алғаш рет 60-70 қабатты үйлер Нью-Йоркта пайда бастады. 120-130 жыл бұрын осы жерден. Сонда жаңағы оқиғаның екі қорытындысы осында екі сабақ алуға болады дейсіз. Өте тамаша. Мынау оқиғаңыз біраз адамға сабақ болады деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша әр адам істеп жасап көруі керек іс Бизнесте ма? Иә. Кез келген адам өзінің мақсатына қатысты бастапқы қадамдарды жасауы тиіс. Қорқып, ойланып, уайымдап отыра берсе одан ештеңе шықпайды. Енді сізге философиялық сұрақ. Өзіңізді кіммін деп санайсыз? Өзімді жолаушымын деп санаймын, былай айтқанда. Жолаушы. Иә. Жол жөнекей адамдармен танысып, біреуге пайдалы болып, біреуден тәжірибе алып, біреуден білім алып, біреуден жол сұрап, жөн сұрап ары қарай кетіп бара жатқан адаммын. Сіздің түсінігіңізде жетістік деген сөздің мағынасы? Мен түсінігімде жетістік деген сөздің мағынасы ол материалдық құндылықтар мен рухани құндылықтардың бірімен дұрыс байланысып, дұрыс баланс құруы. Сіз өзіңізді қаржылай тәуелсізбін деп айта аласыз ба? Кәсіпкер адам көбінесе ва-банкқа кетеді. То есть ва-банкқа көбірек кетеді. Ол кәсіпкер адам инвестор емес, банкир емес, жаңағы көп жаңағыдай рисктарды есептеп, қарап нететін. Көбінесе кәсіпкер адам жаңағы эмоциямен, сеніммен көп кіріскендіктен қолындағы бар затын, қолындағы бар ақшасын жаңағы проектке, бизнеске салып жүруге дайын жүреді кез келген уақытта. Сізге айтылған сіздің ойыңызша ең құнды кеңес? Кезінде бір жағдай болды да, сол кезде Туған ағам бар. Сол кісінің айтқан мынандай бір сөзі бар. Сен ақша жағын көп ойлайсың. Сен ақшаны ойлама да, жұмысыңды істей бер. Ақша келеді өзі. Қосам қоя бересің дейді. Дегендей мағынада айтып отыр ғой. Қаншалықты өтірік айтасыз? Қазір өтірік айтпай отырсам негізінде. Бұрын болды. Болды, иә? Иә. Өтірік өрге жүзбейтін көрдіңіз ғой? Иә. Өтіріктен тек қана берекетсіздік болатынына көз жеткіздім. Қандай адамдардың қасиеті сізге жақпайды? Мақтаншақтық. Өзі бір тірлікті әлі дұрыс істеп, сол жұмыс бойынша жетістікке жетпеген болуы мүмкін, бірақ сол жұмыста мен мықтымын деп өзін сөйтіп елге таныту, соған сүйене отырып, басқаларға бірдеңені үйретуге тырысу. Өзі ағармаған, біреуді ағартуға тырысқан адам дейсіз ғой. Сіз бір сұхбатыңызда айтып қалдыңыз, біз тендер бойынша, поставка бойынша нарықта номер 1-міз деп. Әрі қазір сол орныңызды сақтап қалдыңыздар ма? Иә, сақтап отырмыз. Тендер ферст. Тендер ферст ол сабақ қой. Олардікі басқа, иә? Ол сабақ. Ол енді олар бізге клиенттер дайындайды да. Олардың көтеріліп жұмыс істеген сіздерге тиімді болып тұр ғой. Иә. Олардан шыққан жігіт қыздар фирма ашып, болса тендерге қатысты жұмыс істеп нететін болса, түбі олар бізге клиент болып келіп қалуы мүмкін. Амирхан мырза, мен түсінігім бойынша мына жер осы смартпойнт қызметкерлерінің жаттығатын зал. Иә, қызметкерлері, арендаторлары бүкіл бәріне. Жалпы смартпойнт осы коворкингде қанша адам жұмыс істейді? Қазір 600 адамда істейді, екінші қабатта. Ал оның ішіндегі смартпойнттың қызметкерлері? Где-то бір 15 адамдай бар. 15 адам, иә? Сіз адамдардың ішінде қандай қасиетті бағалайсыз? Адам жұмыс қалу барысында болсын, дос болсын. Иә. Сіз үшін ең маңызды? Қандай қасиетті? Ашық болу керек адам. Ашық бола береді? Жоқ, ашық дегенде бар не же мынандай да? Искренне ма? Искренне деп айтсақ та болады. Или жаңағы басқа адамдармен араласу жағынан ашық болу мүмкін. Жаңа идеяларға, пікірлерге ашық болу мүмкін. Әрдайым дамып отыру. Әрдайым даму, жаңағы әртүрлі переменаларға ашық болу мүмкін. Гибкий, ашық, flexible дейді ғой. Сондай болу керек та, сол жағынан. Сондай адам болса, кәдімгідей дос болып кетесіз. Кәдімгідей дос боламыз, кәдімгідей жұмыс істейміз. Себебі мынандай
негізі бұл да жаңағы өте рискованный проект қой смартпоинт. Басында 3-4 адам жаңағы команда басында бір команда құру керек болды. Егер былай риск жағынан қарайтын болсақ, басқа жағынан қарайтын болсақ, қиын болғаннан кейін сразу мынандай айттық, негативный нелер көп келеді, ойлар көп келеді, рисктер келеді жаңағы. Сондықтан мынандай сондай бірінші өз жағынан мотивациясын өзін жақсы істей алатын адамдарды, өз-өзін мотивировать ете алатын адамдар, ашық адамдар, жаңағы out of box дейді ғой ағылшындар. Определенный ситуация бар, и ол ситуациядан жаңағы выход жоқ сияқты. Бірақ жаңағы out of box ойланып, біраз қиналып, жаңағы еске түсіріп, жаңағы Эндрю Карнеги сияқты үйде газет оқып, бір жаңа ойлар келетін болса, сонда адамдармен жақсы жұмыс істейді. Мотивация деп айтып қалдыңыз ғой, қазір мотивацияға түрлі пікірлер болып жатыр. Біреулер мотивация жоқ дейді. Мысалы, ешекке мотивация берсек, ешек мотивациясы бір ешек болып қалады. Бұл тұрғыдан қалай білесіз? Жалпы мотивация қалай түсінесіз, жалпы қалай пайдаланасыз? Мотивация, мынандай да, мотивация мен ойымша, адам өзі мысалы, мен мынандай да, мен бақыламаймын, адам сағат 9-да келе ма, 11-де келе ма. Результат да? Вообще келмей ма, мен ондай бақылау болмайды. Уақытысында жаңағы нәтижесін жасап тұрса, и өзің уақытысында нәтиже беріп тұруға адам өз-өзін жаңағы ынталандырып тұрса, менің үшін бұл мотивация. Солай. Сіз үлгі алатын адамсыз деді. Кейбір жөндерімден, кейбір жағынан үлгі алатын. Ал сіз кімнен үлгі аласыз? Мен көп адамдардан, мен бүкіл адамдардан үлгі аламын. Қазақстанда бизнесмендерден кімді? Қазақстанда біз көп негізі. Арманжан Байтасов бар, Марино Мади бар, Марғұлан Сейсенбай бар. Мына жер бізде жаңадан басталып жатқан бір неміз бар, продуктымыз бар. Платформа деп айттым ғой, жаңа ИТС контракт деген. Соның жұмысын атқаратын жігіт қыздар. Бұл кісілер қандай қызмет атқарып жатыр? Бұлар қазір жаңағы заказчиктердің тендерларының шығу процесі, соның өту процесі, соған жаңағы поставщиктердің қатысуы, және де соны аяғына дейін жеткізу. Ассалаумағалейкум. Сіз бұл компанияда қандай қызмет атқарасыз? Менеджер профессор. Компанияға кіргеніңізге көп болды ма? 3 ай уақыт болды. Қазіргі таңда айлық жалақыңыз қанша болып жатыр? Соңғы рет 30 мың алdım. Ассалаумағалейкум жігіттер. Сіздер бұл компанияда қандай қызмет атқарасыздар? Қандай қызмет атқарасыздар? Аналитик? Қазіргі таңда біраз болды ма? Жұмыс істеп жатқандар ма? Соңғы айда алған жалақыңыз қанша болды? 150 мың ба? Қазіргі таңда Казконтракт компаниясының айналымы қанша айлық? Бір айлық айналымы, обороты ма? Бізде бір айлық есептелмейді, біз жылдықпен есептейміз. Өйткені нақты айына осындай оборот деп жаңағыдай орташа есепте айта алмайсың да. Жылына 600 миллионның ар жақ бер жағы болып қалады. Оның ішінде өзіңіздің үлесіңіз, табысыңыз қанша болады? Кейде 20%, кейде 30%. Бүгін дәл қазір жасау тиіс. 3 кеңес айта аласыз ба? Бүгін жасау керек болатын нәрсе, егер кәсібіңізде бір жаңа рубежге, жаңа этапқа шыққыңыз келген ой болатын болса, онда істеп жүрген іс-әрекетіңізді басқаша жасап көріңіз. Ол басқа нәтиже беру керек. Екіншіден, тез жасауға тырысыңыз, асығып жасауға тырысыңыз, өйткені қазіргі уақыттың талабы сол. Мынандай бір орыстың жақсы сөзі бар. Бір жігіттің презентациясында көріп қалғам. Либо мы быстрые, либо мы мертвые дейді. Сол сияқты. Осы қағидадан сіз де ұстанасыз ба? Ұстанамын. Сондықтан тағы да айтатын нәрсе ол кез келген уақытта нәтижеге сабырлық таныту. Осы 3 нәрсе айтайын. Әділбек мырза, біздің бағдарламаның бір ерекшелігі қонағымызға біз сый бермейміз, керісінше сый аламыз да. Біздің көрерменімізге бір өзіңізден құнды болатын қандай сый ұсына аласыз? Енді кез келген уақытта құнды болатын сый ол менің ойымша кітап. Сондықтан менен бір кітап болсын. Жақсы. Жалпы алдағы бұйыртса 5 жылдықта өзіңізді қалай елестетесіз? Мен не оқығым келіп жүр, менің 1-2 жылдың ішінде түскім келіп жүр. Executive MBA дейді.
сол иә Америкаға барғым келіп жүр, сол либо Гарвард, Стэнфорд, Уортон, сондай Йель, сондай Айви лиги дейді ғой, сондай университеттердің біреуіне. Бір жағынан, екінші жағынан мен смартфон бітті деп есептемеймін, бірақ как креативный жағынан бұл проект бітті уже. Сол алдағы 3-5 жылға мен бір өзіме үлкен бір проект қарастырып жүрмін. Тағы да, иә? Ойланып жүрмін. Ойлап тапқан жоқпын әлі. Керемет. Біздің арнамыздың айдары бар. Біздің арнамызды осы көптеген жастар, ұл-қыздар көріп тамашалайды. Енді сіздің біршама тәжірибеңіз бар, көп оқыдыңыз, біраз істер атқарып жатсыз, біраз нәтижелерге жетіп жатсыз. Бүгін және дәл қазір жасайтын 3 кеңесіңізді айтыңызшы оқырмандарымызға. Жақсы 3 кеңес, бір кеңес ол позитивный настрой. Әрдайым. Иә, ол өте маңызды. Ол маңызды сөздің 1000 есе маңызды позитивный настрой да. Әрқашан жақсы ойлау, әртүрлі қиындықтарға қарамастан, әртүрлі бәле-бәтер өміріңізде болып тұрады, қиындықтар болып тұрады, басқа нәрселер болып тұрады, бірақ соларға қарамастан әділетсіздіктер болып тұрады. Қазақстанда көп ондай болып тұрады. Соған қарамастан, көп әділетсіз көргенсіз ойым сол. Иә, соларға қарамастан әрқашан позитивный настрой болу керек. Иә. Өмірдің ақ қара жолдары бар дейсіз. Иә. Всегда сондай позитивный жақсы ойлау керек та, себебі бұл неге де жатады жаңағы Құдайға сенуге де жатады да. Егер сен түңіліп кетсең, ол сенің иманың азалды, иманың жоқ деген мағына. Иә, сол жағынан әрқашан позитивный настрой болу керек. Екінші, көп жұмыс істеу керек. Жұмыс істеу деген кезде мынандай мағынада емес та, сағат күнде қара жұмыс емес деген сияқты. Мынандай мағынада емес, жаңағы сабаққа сағат, точнее, жұмысқа сағат 7-те кел, түнде 9-да шық деген мағынада емес. Жұмыс істеу дегенде жаңағы ар жағынан да, жаңағы целеполагание дейді, жаңағы өмірдің мақсаттарын қарастыру, әр апта сайын қарастырып, ревизия жасап тұр, әр күн сайын қарастырып тұр, жыл сайын қарастырып тұр да, мысалы. Духовный жағынан жұмыс істе, мотивация жағынан жұмыс істе, физически жаңағы өзіңді жақсы неде формада ұста дегендей да. Қарым-қатынастар адамдармен жаңағы жанұя болсын, достар болсын, басқалар болсын, өзің қарым-қатынастарың жағынан көп жұмыс істе. Сол жағынан өзіңді дамыту жағынан көп жұмыс істеу керек, менің ойымша. Үшінші, енді білім алу керек постоянно, көп оқу керек. Сізге енді тағы бір соңғы ұсынысым бар. Біздің арнаның оқырмандары өте ерке. Әрбір кәсіпкермен біз сұхбаттасқаннан кейін сол кәсіпкерден бір сыйлық арнамыздың оқырмандарына біз ойнатамыз. Қандай бір біз қазір сол конкурс сияқты бір шарттарын айтамыз. Соны ұтып алған көрермендер сол сыйлықты алатын болады. 3 адамға бесплатно месячный абонемент болсын. Осы жерге келіп отырсын, спортпен айналыссын адамдармен. Сол 3 адаммен жаңағы отдельно отырып обедте кездесейік. Отдельно тағы да. Сіз өзіңіз сол 3 адаммен кездесіп, оған ақыл кеңестеріңізді айта аласыз, иә? Пікір алмасайық, ақыл көп емес, бірақ пікір алмасын. Тағы бір сұрақ қойсыз, осы жерде есіме түсіп тұр. Қазір енді ақыл айтқызсар көп болып кетті деп айтып жатыр ғой енді. Өзі нәтижеге жетпеген адам ақыл айта ала ма? Негізі мынандай бар да, кейбір адамдар бар, осы жаңа жүйелі түрде осы салада жұмыс істейтіндер адамдар бар. Мысалы, Дейл Карнеги адам психология жағынан, жаңағы Стивен Кови эффективный жағынан, жаңағы мыңдаған, жүздеген компанияларды, адамдарды зерттеп, осы салада өздерінің жаңа ой пікірлерін түйіндеме жасайды. Мысалы, сол адамдарға мен сенемін. Басқа, бірақ 99% мен ойымша жаңағы дұрыс емес істеп жүр. Өздеріңіз тыңдағаныңыздай, Амирхан мырзамен 3 адамның кездесіп, бір айға абонемент алуға мүмкіндігі бар. Ол мүмкіндікті алудың шарттары қарапайым. Төменде осы арнамыздың астына не үшін Амирхан мырзамен кездесіп, танысып, білім алғыңыз келеді.